Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін осындай испанский чизкейк дайындаймыз. Бұған керекті заттар: творожный сыр, жұмыртқа, сливки, қант и кукурузный крахмал. Алдымен творожный сыр мен қантты миксерлеп аламыз. Осыған 4 жұмыртқамызды қосамыз. Миксерлеп аламыз. Қою болғанша. Осыған 33% сливкиді қосамыз. Сливки 33%-тен төмен болмауы керек. Қою болғанша миксерлейміз. Енді кукурузный крахмалымызды қосамыз. Араластырып, бір-екі масса жасаймыз. Осындай қою болады. Енді духовкамызды қыздырамыз. Пешті 180-200 градуста қыздырып қоямыз. Формамызды дайындаймыз. Формаға фольга и пергамент осылай саламыз. Осыған массамызды салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. 2 есе болып көтеріліп піседі. Чизкейкімізді шығарып суытамыз. Суығаннан кейін формадан аламыз. Формадан алған соң бір күн холодильникте ұстаймыз. Ертеңгісін осындай шоколад ерітіп бетіне құясыздар. Осындай чизкейк шығады. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Таныстарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар.